Адам папиллома вирусы өте кең тараған вирустардың қатарына жатады. Төменгі онкогендік типтері сүйел, кандилома, папиллома шақыратын болса, жоғары онкогендік типтері мойын, бас, тері, тігішек, адам репродуктивті органдарының обырын шақырады екен. АПВ немесе адам папиллома вирустары тікелей жанасу арқылы теріден теріге, теріден сілекей қабаттарына берілетін болса, кір немесе лас қол арқылы адам өзін өзі жұқтыра береді екен. Сонымен қатар вертикалдық және жыныс қатынастық жолында атап өту керек. Бүгінгі күні дүние жүзінде 700 мыңнан артық адам папиллома вирусы шақыратын жатыр мойны обыры өте өзекті мәселе болып отыр. Қазақстанда 1900 жатыр мойны обырының жаңа жағдайы тіркеліп, күніне Қазақстанда 2 әйел осы жатыр мойны обырының құрбаны болып отыр. Адам папиллома вирустары шақыратын аурулардың алдын алуына бүгінгі күні өте тиімді жолдары бар. Ең біріншісі дер кезінде скринингтен, яғни арнайы мамандардың тексеруінен өту. Екіншісі бұл вакцинация. Дүние жүзінде 135-тен артық мемлекетте адам папиллома вирусына қарсы вакцинация өте жоғары тиімді пайдалануда. Қазақстан мемлекетінде былтырғы жылы, яғни 2024 жылы сентябрь айында 11-13 жастағы жасөспірім қыздар арасында мектеп шеңберінде вакцинация жүргізіліп бастады. Вакцинация ата-аналарының хабарландырылған жазбаша рұқсат қағаздары арқылы жасалынып жатыр. Бүгінгі күні 124 мыңнан артық вакцинациямен қамтылған жасөспірімдердің арасында вакцинациядан кейінгі бірде-бір қолайсыз жағдай тіркелген жоқ. Вакцинация өте тиімді және қауіпсіз.